Баяғы заманда әлем жаңа пайда болып, аңдар мүлде басқаша болған кездерде, арыстан қозыдай ақырын ғана маңырай алатын. Айбатты жыртқыш аңның жәбірсіз жануардың дауысы болғаны бір түрлі еді. Бұл жағдай аңдарға жақпай қойды. Арыстанның не алыс, не жақын жүргенін біле алмай, тығылып үлгермей қалатын. Ал арыстан болса, биязы ғана маңырап, білдірмей келіп, құрбандарын бас салады екен. Сонда қоян аңдардың бәрін жинап алып, арыстанның жақындап келе жатқанын білдіртуге мәжбүр еткізу керек деп ұсынды ол. Аңдар ойланып, мақұлдасып келседі. Бәрі қоянның жоспарын қабылдап шулағанмен, айбарлы арыстанмен кездесуге ешкімнің батылы жетпеді. Онда қоянның өзіне баруға тура келді. Аңдар өжет қоянның соңына қарап, оралуын күтіп қала берді. «Арыстан мырза!» деп айғайлады алыстан қоян. «Мені сізге қарай үлкен ағаңыз жіберді. Ол аяғын сындырып алып, маған артыңыздан жүгіріп шақырып келуді сынды. Сізді көргісі келеді. Аяғына қайта қашан тұратынын кім біледі?» Арыстан қоянның артынан жүгіре жөнелді. Ұзақ жүгірді, арыстан шаршай бастады. «Біз әлі ұзақ жүреміз бе?» деп сұрады арыстан. «Жоқ, аз қалды» деп жауап берді қоян. Олар әрі қарай тағы жүгіре берді. Ақырында арыстанның күші таусылып, тыныстайын деп, ағашқа сүйене жата қалды. «Әрі қарай жүру керек» дейді қоян. «Жоқ, мұршам жоқ. Кішкене күшімді жинап, ұйықтап алып, ертең тағы жүгіремін» деп жауап берді арыстан. Күні бойы жүгіріп шаршаған арыстан бірден қатты ұйқыға кетті. Ал қоян уақытты босқа жібермей, оны басынан аяғына дейін балмен сылап, өзі қашып кетті. Айлакер қоян оны алдын ала ойлап тапқан екен. Арыстан таңертең оянса, қоян жоқ. Енді қайда бару керек? Ағасын қайдан іздейді? Арыстан қозыдай маңырап, қоянды шақыра бастайды. Оның даусын естіп, бал арасы ұшып келді. Қараса, аюдың денесі балға малшынған екен. Бал арасы әпкелерін шақырып: «Балымызды ұрлаған мынау екен» дейді. Аралар арыстанды бас салып шаға бастады. Жанға батып ауыртып бара жатқанан арыстан қыңсылай бастады. Содан соң ызаланып ырылдады. Аралар болса қояр емес. Одан қатты шаға бастады. Кешке дейін ақырып ырылдаған арыстан қозыдай маңырағанды ұмытып та кетті. Даусы қарлығып, қатты, жуан болып шықты. Енді оның ырылы айналасының бәріне естілетін болды. Осылайша қоян өз ойын жүзеге асырды. Содан бері осы жан түршігетін ырылды естігендер жақын жерде арыстан жүргенін біліп, қашып тығылады.